саламатсыздар ма? Бүгін қаржылық есеп пәнінен 6-шы тақырыпты өтеміз. Тақырып ақшаның уақытша құны деп аталады. Дәрістің мақсаты ақша құнын дисконттау, пайыздар мен болашақ құн, ағымдағы құн, аннуитеттерді есептеу. 3 сұрақтан тұрады дәріс жоспары. Алдымен дисконтталған құн түсінігіне тоқталамыз. Пайыздар мен болашақ құн. Үшіншісі ағымдағы құн, аннуитеттер, олардың түрлері туралы сабақ өтіледі. Бірінші сұрақ дисконтталған құн түсінігі. Ақшаның уақытша құн термині ақша мен уақыттың байланысын көрсетеді. Бүгінгі ақша ертеңгі ақшадан қымбат мағынасы. Келесі бүгінгі ақшаны таңдау себептері. Ол ең алдымен уақытпен байланысты тәуекелдің болуы. Мысалы, ақшаны сатып алушылық қабілетін төмендететін инфляция. Бүгін алынған ақша инвестициялануы мүмкін. Және бір немесе 2 жылдан кейін инвестицияланған сомаларды ғана емес, сол кезеңге пайыздарды алуға болады. Ақшаның уақытша құны ұзақ мерзімді активтерге бағалау кезінде, ұзақ мерзімді қаржылық жал бойынша капиталдандырылған активтер мен міндеттемелерді бағалау кезінде, сонымен қатар ұзақ мерзімді облигациялар бойынша сыйақылар немесе жеңілдіктерді анықтау кезінде, ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде жобалар бойынша таза ақша ағындарын салыстыру және бағалау кезінде қолданылады. Егер қаржылық салымдар бағдарламалары бағаланса, онда бұл салымдар олардың жеткілікті пайда әр түрлі уақытта салынған ескере отырып беретін немесе бермейтін анықтап алған маңызды. Ақшаның уақытша құны тек инфляция 0-ге тең болса, инвестициялау кезінде олар әкелуі мүмкін болашақ табыстарды ескергенде ақшаның бәрібір құны болады. Келесі екінші сұрақ пайыздар және болашақ құн. Қаржылық операциялардың негізгі қағидалары төмендегідей. Ақшаның белгілі бір сомасын бүгін алу құқығы, осы ақша сомасын оның болашақ құны, болашақта алу құқығына қарағанда қымбат. Ақша сомасын алу кезеңі ұзақ болған сайын мұндай операциядан алынатын табыс соншалықты тартымсыз. Ақша сомасының ағымдық құны мен оның болашақ құны арасындағы айырмашылықтың туындауы пайыздар функциясы болып табылады. Тәуекел жоғары болған сайын, сәйкес пайыздық мөлшерлеме де жоғары болады. Қаржы басқарудың негізгі ережелері. Күрделі пайыздар туралы ереже, акцияның және облигацияның бағасын анықтау, тәуекелді және пайда нормаларын бағалау болып табылады. Ұзақ мерзімді активтерді міндеттемелерді есепке алу кезінде дисконтталған ақша ағындары ұғымы қолданылады. Мысалы, қаржылық жал, облигацияларда, вексель, инвестициялар бойынша шешім қабылдау кезінде және күрделі пайыздар қолданылған жағдайларда. Күрделі пайыздар дегеніміз бұл қайта инвестициялаған пайыздардан алынған пайыздар, яғни қарыз бойынша немесе қаржылық салым бойынша төленетін пайыз негізгі сомаға қосылады да, нәтижесінде пайыздар негізгі сомаға да, алынған пайыздарға да төленеді. Болашақ құн күрделі пайыздардың көмегімен келесі формула бойынша анықталады. Мұндағы PF ақшаның ағымдағы құны немесе бастапқы сома, R пайыздық мөлшерлеме, N салым жылының саны және FB бұл болашақ күтілетін сома. Енді осы жерде мысал қарастырамыз. Ақшаның ағымдағы құны 100 мың теңге болғанда пайыздық мөлшерлеме 5% және 1 жыл болған кезде күтілетін сома қаншаға тең болады? Күтілетін соманың есептеп шығарылған мұнда 105 мың теңгеге. Яғни 1 жыл ішінде 5 мың теңге қосылып отыр. 5 жылдың соңында ақша қанша болады? Бұл 4-ші кестеде қарастырылады. Арнайы кесте бар, сонда да берілген және мұнда
5 жылдан кейін сомасы 127.628 теңге болғанын көріп отырмыз. Яғни болашақ құн ол екі факторға тәуелді болады: кезең санына, жылдар, және пайыздық мөлшерлемеге. Арнайы кестелер бар, S3 кестесі бар, сонда да анықталады. Осында тағы мысал келтірсек, онда Асқар жылдық 8%-мен 20.000 теңге инвестиция салды. 5 және 8 жылдан кейінгі инвестицияның құнын анықтау қажет. Осында жауап келтірілген. 5 жылдан кейін жауабы 29.386 теңге болады. Яғни 9.386-ға өскенін көреміз. Ал 8 жылдан кейін 37.018 теңге. Мұнда 1.44693 және 1.8509 бұл дайын кестеден алынады. S3 кестесі бойынша анықталып қойған. Үшінші сұраққа көшетін болсақ, аннуитеттер. Ағымдағы құн бұл болашақ ақша ағымының дисконтталған құны. Осында мысал келтіретін болсақ, 5 жыл соңында 127.628 теңге алу үшін қазір қанша ақша салу керек деген сұрақ туындайды. Мұнда жылдық 5%, яғни 5 жылдан кейін 127.628 теңге алу керек. Ол үшін ағымдағы ақша сомасы қанша теңге болу керек екені. S1 кестесінде бізде дайын 2.7628 теңге беріліп қойылады. 5 жыл соңында 100.000 теңгені 5 жылға яғни 128.628 теңгені осы теңгеге көбейткенде, онда біз 100.000 теңгені аламыз. Ағымдағы құнды есептеу үшін формула бар. Бұл PF тең болады FB 1 плюс R көбейтілген N. Яғни осында да жаңағы мысалдың жалғасы бар. S1 кестесінде 0,78.352 теңге дайын тұрады. 127.628 теңгені көбейткенде 100.000 теңге шығады ағымда құн. Мұнда тағы да мысал келтіріледі. Мысалы, ұйым 3 жылдан кейінгі төлем 10.000 теңге болатын 3 жылдық пайызсыз вексельді шығарады. Сіз өзіңіз салған инвестициядан жыл сайын күрделі пайыз кезінде алынатын 6% өтелу коэффициентін алғыңыз келеді. Мұндай вексель үшін сіз қанша төлейсіз? Шешімі S1 көмегімен де анықтау оңай болады. Бұл жылдық мөлшерлеме 6% және өтеу мерзімі 3 жыл болған кезде 10.000 теңгені көбейтеміз кестедегі дайын 0,83-96-ға. Сонда 8.396 теңге. Енді осы болашақтың формуласын қолданып отырып, осы вексель бойынша 3 жылдан кейін 10.000 теңге сомасын алу мақсатында бүгін төлейтін сомаңыз 3.896 теңге болады. Аннуитеттер. Аннуитеттер дегеніміз бұл өзара ерекшеліктердің негізгі сипаттамаларына сәйкес болу керек. Ол әрбір жекеленген төлемнің мөлшері болады мұнда. Кезекті төлемдер арасында уақыт интервалдары болады. Аннуитеттер басынан бастап, оның соң кезеңіне дейін мерзімдері болады. Төлемдерді өсіру немесе дисконттау кезінде қолданылатын пайыздық мөлшерлемесі болады. Пренумерандо жедел аннуитеттер, ол төлемдер интервал басында жүзеге асырылатын аннуитеттерді пренумерандо деп атайды. Ал
төлемдер интервалдар соңында жүзеге асырылатын аннуитеттерді постнумерандо деп атайды. Осында мысал келтірілген 3 жыл ішінде банкке әр жылдың соңында жылдық 4%-бен 100 мың теңгеден салынып отырылады. Формуласы берілген осы слайдта. Келесі енді шешімі. S4 арнайы кестесінде дайын 3,216 теңге бар. Соған 100 мың теңгені көбейткенде 312.160 теңгені аламыз. Жауабы сонда 312.160 теңге. Келесі қарапайым аннуитеттердің ағымдағы құнына мысал келтірілген. 3 жыл бойы жыл сайын 100 мың теңге көлемінде, немесе төлемдерді бүгін бір жолғы төлеу арқылы өтеу. Екінші нұсқаға тоқталсақ, мұндағы екінші нұсқа төлемдерді бүгін бір жолғы төлеу арқылы өтеу. 4%-бен саламыз, эквиваленттік рентада болу үшін бір жолғы төлемді анықтау керек. Мұнда мөлшерлеме 4% және кезең 3 жыл. Ағымдағы сома 100 мың теңгеге тең. 100 мың теңге алу үшін 96.154 теңге салу керек. S2 кестесінде дайын сома бар. Ол 2,7751. 100 мың соған көбейткенде болашақ құн 277.510 теңге 3 жылдан кейінгі. Сонымен бүгін біз ақшаның уақытша құны тақырыбын өттік. Мұнда біз қарастырдық жай немесе қарапайым пайыздар, күрделі пайыздар, аннуитеттер түрлері және ағымдағы және болашақтағы құндардың есептелу жолдарын. Және оларды есептеу үшін дайын кестелердің бар екенін де естеріңізге салғым келді. Назарларыңызға рахмет.